Бәріңізге сәлем. Сіздерге өте дәмді болатын және табада тез дайындалатын қарапайым шоколадты торттың рецептін ұсынамын. Алдымен ыдысқа ұн, қант, какао және қопсытқышты қосып барлығын араластырамыз. Үстіне сүт, сұйық май, жұмыртқаны қосамыз және бөлек ыдыста ас содасын уксуспен араластырып көпіртіп аламыз. Осыны негізгі массаға қосып, барлығын венчикпен жақсылап араластырамыз. Ең соңында қайнап тұрған ыстық суды құйып, масса біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Массаның қоюлығы видеодағыдай болады. Түбі жабыспайтын табаны қыздырып аламыз. Бір ожаудан құйып отырып, бетін тегістеп жаямыз. Табанын қақпағын жауып, 2-3 минут пісіреміз. Бетіне осындай көпіршіктер пайда бола бастаған кезде екінші жағына аударып, тағы да қызарғанға дейін 2-3 минутқа пісіреміз. Осылай корждарды дайындап аламыз. Менде 7 корж болды. Тортқа өзіңіз қалаған кремді пайдалануға болады. Менде қаймақ пен варенка. Тортты жинаған кезде корждардың тесік жағын жоғарға қаратқан дұрыс. Сол кезде крем жақсы сіңеді. Тортты жинап болғаннан кейін бетін жауып 2 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Бетін өзіңіздің қалауыңызша әсемдеуіңізге болады. Тортымыз дайын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шығады және тез дайындалады. Дәмі де өте керемет болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Кәмшат. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар.